Армысыздар ағайын, назарларыңызға апталық шолу бағдарламасының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Менің есімім Амина Досан, олай болса бастайық. Өткен жексенбі, яғни 19 ақпан күні Бескөл ауылында түнгі ауыл атауымен рейд өткізілді. Директордың тәрбиесі жөнінде орынбасары Айнагүл Какен қызы, әлеуметтік ұстаз Сания Марат қызы, кәмелет жасқа толмаған істер жөніндегі инспектор аға лейтенант Жамбыл Кәкімұлы түнгі уақытта балалардың ата-ананың бақылауынсыз жүргені анықтау үшін ауылдың көшелерін аралады. Жүргізілген іс-шара бойынша ешқандай заң бұзушылық анықталған жоқ. Өткен демалыс күндері оқушылардың есінде ерекше қалды. Себебі жексенбі күні дене шынықтыру мұғалімдері спорттық жарыс ұйымдастырды. Ол негізінен ұлттық ойындарды құрады. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру аясында өткізілген шараға 4-ші және де 11-ші сынып оқушылары қатысты. Жарыс өте тартысты өтті. 4-ші және 7-ші сынып оқушылары айсық ату, тоғызқұмалақ, арқан тарту, қол күрес сынды ойындарға қатысты. Ал 8-ші және де 11-ші сынып оқушылары волейболдан бақтарын сынады. Нәтижесінде 11-ші сыныптың волейболшылары жеңіске жетті. Дүйсенбі күні алғыс айту күніне орай иллюстрациялық кітап көрмесі өтті. Оны мектебіміздің кітапханашысы Самал Уахитен қызы ұйымдастырды. Көрмеге әртүрлі авторлардың тақырып бойынша еңбектері қойылды. Оқушылар осы шара арқылы алғыс айту күнінің пайда болу тарихымен танысып, аталмыш мерекенің мән-мағынасы туралы мол ақпарат алды. Сейсенбі күні мектеп кітапханашысы Самал Уахитен қызы тағы да бір іс-шара өткізді. Жақсылық істеп жарыс апталығына арналған шара «Жақсылықтың нұры жан-жаққа тарайды» тақырыбына арналды. Онда 3-ші Б сынып оқушылары әртүрлі ойындарға қатысып, сұрақтарға жауап беріп, мақал-мәтелдердің мағынасын ашуға тырысты. Жақсылық және адамгершілік туралы ой-пікірлермен бөлісті. Шара соңында тақырып бойынша суреттер салды. Шара өте көңілді өтті. Кеше, яғни 25-ші ақпан күні Петропавл қаласындағы оқушылар сарайында облыстық жайдарман фестивалі өтті. Өңіріміздің әр түкпірінен барлығы 8 команда жиналды. Соның ішінде 101 деп аталған біздің мектептің жайдарманшылары да бар. Ассалаумағалейкум, қызылжар. Сіздермен бірге Бескөлдегі судай жаңа мектептен келген 101 құрама командасы. Құрметті көрермендер, негізі біздің мектепті жаңа туған сәбиге теңестіруге болады. Мирхат, неге? Асылжан, түсінбедің бе не? Жыламаған мектепке кубок жоқ. Ойын өте көңілді өтті. Біздің мектептің жайдарманшылары соңғы уақыттағы өзекті мәселелерге қалжыңдап, тапқырлықтарын танытты. Осылайша мектеп лигасының 1-4 финалына жолдама беретін сертификатқа ие болды. Құттықтаймыз және де алдағы ойындарда сәттілік тілейміз. Жұма күні мектебімізде әкем, анам және мен кітап оқитын отбасы тақырыбында байқау өтті. Онда оқушылар өздерінің жанұясымен қалай кітап оқитыны туралы видеороликтер әзірледі. Мектеп кітапханашысы Самал Уахитен қызының айтуынша байқауға жұмыстар өте көп түскен. Барлық жұмыстар қызықты болды. Комиссия мүшелері жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтап, қалған оқушылар белсенді қатысқаны үшін марапатталды. Осымен біздің кезекті апталық шолуымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.